Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі пәнінен 90-шы сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені түсіндіріп өтейін. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, неше 5, қанша 7, қанша 10, қанша 20, нешінші 50-ші. Олай болса, ережемен таныссақ, суреттерге қарақ. Неше балмұздақ көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, 5 балмұздақ. Келесі, неше кітап көріп тұрмыз? Жақсы, жарайсыңдар, 4 кітап. Келесі, яғни заттың санын айтып тұрмыз. Бұл жерде 5 балмұздақ екенін, 4 кітап екендігін айтып тұр. Келесі, неше қарындаш көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, 5 қарындаш көріп тұрмыз. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болатын болса, бірінші жаттығуға қарақ. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жаттап ал. Өлеңнің тақырыбы қанша жаңғақ? Сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа, апасына қанаттың 2-2-ден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қой шал бәрін. Авторы Сұлтан Қалиұлы. Балалар, өлең не туралы айтылған екен? Дұрыс айтасыңдар. Жаңғақ туралы екен, Ал енді сұраққа жауап берейік. Әуелде сөмкесінде неше жаңғақ болған екен? 13 болған екен, Жақсы. Оны кімдерге таратып беріпті? 2-2-ден Науатқа, Саматқа, Маратқа, Сағатқа, апасына 2-2-ден беріпті. Сонда неше жаңғақ қалыпты? Ой, жарайсыңдар. Жақсы. Сонда өзінде 3 жаңғақ қалыпты. Жақсы. Енді оқушылар өлеңнен неше деген сұраққа жауап беретін сөздерді табайық. Жақсы, жарайсыңдар. Яғни неше жаңғақ? 13 жаңғақ. 2-2-ден тараттым. Нешеуден тараттым? 2-2-ден тараттым. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болатын болса, екінші жаттығуға қарақ. Екінші жаттығу. Көбдіктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Біздің сыныпта. Неше оқушы бар? Дұрыс айтасыңдар. Біздің сыныпта 25 оқушы бар. Келесі сөйлемге қараймыз. Сыныпта неше парта тұр? Сыныпта 13 парта тұр. Жақсы. Келесі. Әр партада неше бала отырады? Жақсы, жарайсыңдар. Әр партада 2 бала отырады. Енді балалар, осы сөйлемдерді дәптерімізге көркем етіп, әдемілеп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жазып болсақ, 3-ші жаттығуға қарайық. 3-ші жаттығу. Жаңылтпашты тыңдап, сан есімдерді тап. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім. Неше кіші ішік піштім? Сан есімдерді табайық. Неше кіші? 3 кіші, Келесі, неше кіші? 5 кіші. Сонда балалар, барлығы неше кіші ішік пішкен екен? Дұрыс айтасыңдар. 8 кіші ішік пішкен екен, Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.